Сәлематсыңдар балалар. Менің аты жөнім Мәншүк Серікқызы. Қазақ тілі сабағын бастайық. Өткен сабақтарда сендер күрделі сөздермен танысқан болатынсыңдар. Бүгін күрделі сөздердің тағы бір түрімен танысамыз. Ол қандай сөздер екенін ребус шешу арқылы тауып көріңдер. Дұрыс балалар, бүгін қысқарған сөздермен танысамыз. Бүгін сендер қысқарған сөздердің жасалу жолдарын білесіңдер және күрделі атауларды қысқартып жазуды үйренесіңдер. Бірнеше сөзден тұратын атаулар қысқартылып айтылады. Мысалы, Қазспорт, Педкеңес, Ішкі істер министрлігі, килограмм, жылу электр станциясы. Бұларды қысқарған сөздер дейді. Қысқарған сөздер әртүрлі жолмен жасалады. Бірінші, сөздердің бастапқы әріптерінен. Мысалы, ұлттық бірыңғай тестілеу, бұқаралық ақпарат құралдары, коммуналдық мемлекеттік мекеме. Екінші жолы, бірінші сөздің бастапқы буыны мен қалған сөздердің бас әріптерінен. Мысалы, қару, Қарағанды университеті, қа-зы-мо-у, Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті. Үшінші жолы, сөздердің бастапқы буындарынан. Мысалы, физмат, физика-математика, ұжымшар, ұжымдық шаруашылық, филфак, филология факультеті. Төртінші жолы, бастапқы сөздің басқы буынынан және соңғы сөздің түбір күйінде айтылуынан. Мысалы, пединститут, педагогикалық институт, медколледж, медициналық колледж, зообақ, зоологиялық бақ. Енді балалар, оқулықтағы 52-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Бір топ оқушы үзіліс кезінде ата-аналарының кәсіптері туралы айтысты. Гүлжан, менің анам адам құқығын қорғайтын заңгер, ал әкем аудармашы. Қазір ақш-та іс-сапармен жүр. Сұлтан, менің әке-шешем құрылыста жұмыс істейді. Анам сылақшы, әкем тас қалаушы. Нұрбол, менің әкем Абай атындағы қа-зы-ұ-пу-дың профессоры, ал анам медакадемия оқытушысы. Айгүл, менің анам Қазпоштада сұрыптаушы, әкем IT маманы. Қоңырау соғылып, балалар орындарына жайғасты. Енді балалар, осы мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аударыңдар. ақш. Осы сөздің толық атауын атап көрейік. Дұрыс, Америка құрама штаттары. Күрделі сөз қалай жасалған? Дұрыс, әрбір сөздің бастапқы әріптерінен. қа-зы-ұ-пу, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Қысқарған сөз қалай жасалған? Дұрыс, бастапқы буын мен қалған сөздерінің бас әріптерінен. Қазпошта, Қазақ пошта. Бастапқы сөздің басқы буынынан және соңғы сөздің түбір күйінде айтылуынан. IT ақпараттық технология шартты белгісі де қысқарған сөзге жатады. Келесі тапсырма. Төмендегі сөздерді оқып, әрқайсының тұсына қысқарған түрін жаз. Енді тексеріп көрейік өзімізді. Дұрыс балалар.
Бүгін біз қысқарған сөздермен таныстық. Енді қысқарған сөздердің жасалу жолдарын қаншалықты ажырата білетіндеріңді тексеріп көрейік. Тақтада қысқартылған сөздердің жасалу жолдары берілген. Келесі сөздерді сәйкес ұяшыққа орналастыр. Журфак. Дұрыс. Ашық акционерлік қоғам. Дұрыс. Медбике. Дұрыс. Биоқоспа. Дұрыс. Сантиметр. Дұрыс. Шығыс Қазақстан облысы. Зообақ. Қазақ-түрік лицейі. Қазақ телеграф агенттігі. Қар-МТУ. Матфак. Эко-клуб. Тамаша балалар. Бүгінгі сабақта сендер белсенді болдыңдар деп ойлаймын. Енді әркім өзіне рефлексия жасасын. Егер сабақты жақсы түсінген болсаң, жақсы түсіндім дегенді белгілейсің. Түсінбеген жерлерің болса, қайталауым керек дегенді белгілейсің. Не болмаса, мүлде түсінбедім дегенді белгілейсің. Оқулықтың 124-ші бетіндегі 55-ші тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.